Сәлемдесіңдер ме, Максим? Біз бүгін қалай видеоға картинка қоятын айтам. Сіздер осы Google-ға кіріп, YouTube деп жазамыз достар. Сосын выход YouTube деген басамыз. Ал қазір загрузить етіледі. Енді. Міне. Мынаны басамыз, 3 деген. 3 точка тұр ғой. Сон басамыз. Мой канал деген басамыз. Ал енді қазір. Міне. Менеджер видео деген басамыз. Ой, қайда кетіп қалды. Менеджер видео. Сіздер бірінші видеоларыңызды жіберулеріңіз керек, содан кейін. Алло, босай. Немесе сосын тағы да видео істеуге болатын шығар, енді білмедім. Оны кейінсек көрейін. Мына ол жақта видеоларыңызды таңдасаңыздар болады. Мен біріншісін таңдап өткен видеолар біріншісінде. Ей, алло. Міне достар. Міне, мысалда изменить деген басамыз достар. Сосын свой значок деп тұр, сон басамыз. Сосын документ ма, білмедім. Документ емес. Мысалы, міне документі. Міне видеоларыңыз тұрады бәр. Менің скинем тұр ғой кейінгі. Мысалы, сен алғымдікі. Білмедім достар, мен мысалы мынаны қойсам болады, мынаны да қоя салсам болады достар. Білмеймін, енді қоя саламыз. Сосын сохранить деген басамыз. Біраз күтеміз, әйтеуір күтетін шығармыз енді. Енді шыға береміз. Хоп, отмена деген баспаймыз. Ал енді қараңыздар. Видеоларымыз сохранить етіп тұратын шығар енді. Прямая трансляция істеуге болады ма не? Міне достар, ол мен тұр. Трансляция деген кіре салайық.